Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай тез әрі оңай дайындалатын мимоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Тарелкамызға осындай разъемный форма қойып аламыз. Разъемный форма болмаса, формасыз жасай беруге болады. Піскен картопты теркадан өткіземіз, күштен өткіземіз. Тағы айта кетейін, андай форма міндетті емес. Жай ғана бірінің үстінен бірін слой қылдырып жасай берсеңіздер болады. Міне картоп теркадан өткізіп, үстінен кішкене тұз себеміз. Майонездан сеточка жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Майонез жағып болғаннан кейін консервадағы балықты саламыз. Менде шпрот. Сіз басқандай балық түрін қолдансаңыз болады. Өзімізге шпрот ұнайды, сол себептен шпрот салдым. Келесі қабат ол піскен сәбіз. Сәбізде картопты үкіштен өткізгенде үкіштен өткізіп, және майонездан сеточка жасаймыз. Келесі слой жұмыртқаның ағы. Менде 3 жұмыртқа кетті. 3 жұмыртқаның ағы үкіштен өткізіп, бетіне майонез жағатын боламыз. Қасықпен түзеп шығамыз. Міне майонез жақтық. Ең соңында жұмыртқаның сарысын саламыз. Және де қалауларыңыз бойынша сыр салсаңыздар да болады. Сырмен де өте дәмді болып шығады. Менде үйде сыр болмай қалды, сол себепті қоспадым. Міне осындай әдемі тез дайындалатын салат дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.